Hello dear friends, how are you? Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Онлайн ағылшын сабағын бастайық. Let's start our lesson. Theme of the lesson is rain, rain. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жаңбыр жайлы болмақ. Dear friends, look at the pictures. What weather do you like? Достар, суреттерге қарайық. Сіздер қандай ауа райын жақсы көресіздер? Rainy or sunny? Яғни rain жауын, rainy жауынды. Sun күн, sunny күнді. Бұны біз бұрыннан білеміз, балалар? Ендеше қазір жауап берейік. What weather do you like? Okay, very good. Егерде жаңбырлы ауа райын жақсы көретін болсаңыздар, I like rainy weather деп жауап береміз, Ал егерде күнді ауа райын жақсы көретін болсақ, I like sunny weather. Very good. Енді келесі бір тапсырманы орындамас бұрын, өзіміз бұрыннан таныс киім-кешекке байланысты сөздерді бір қайталап шығайық. Let's revise the words related to clothes. Алғашқы сөз ол boots. Boots. Repeat after me. Менен кейін қайталап отырыңдар. Етік. Boots. Okay. Next word. Shorts. Shorts. Шолақ шалбар. Немесе шорты, балалар? Next word. Raincoat. Raincoat. Яғни жаңбырда киетін күртеше. Repeat after me. Raincoat. Very good. Next word. Sandals. Sandals. Сандалдар. Жазда киетін аяқ киім. Very good. Next word. Umbrella. Umbrella. Қол шатыр. Және де соңғы сөзіміз, the last word is t-shirt. T-shirt. Футболка. Немесе шолақ жеңді жейдеше. Very good. Енді осы киімдерге байланысты тапсырма орындайық. Ол үшін Pupils Book'тан 95-ші бетті ашыңдар, балалар. Open your Pupils Book, dear friends. Page number 95. Ол жерде екінші жаттығуға қараймыз. Which of these do you need when it's rainy? Put a tick or a cross. Then say. Мына суреттердің ішінде қайсысы бізге жаңбыр жауғанда қажет болады? Қажет затқа қанат белгісін қоямыз, қажет емес затқа айқаршақ белгісін қоямыз. Ендеше қазір тездетіп қойып шығайық. Very good. Онда келесі бір тапсырманы орындаймыз. Дәл осы суреттерге қарап отырып, енді жазбаша сөйлем құрайтын боламыз. Болымды сөйлемге маған жаңбырлы күні етік қажет деп айтамыз. Ал болымсыз сөйлем құрайтын болсақ, маған жаңбырлы күні сандалдар қажет емес дейміз. Ол үшін қазір дәптерімізді ашайық. Open your copybooks and write down. Қажет затқа қайталап айтам, I need деп жазамыз. Қажет емес затқа I don't need деп жазамыз. Дәл солай дәптерге 6 сөйлем құраймыз. Маған қажет, немесе маған қажет емес деп. Okay. I'll give you some minutes to write it down. Very good. Ендеше жаттығу жасап зеріккен болсақ, сергіп біраз өлең тыңдап алайық. Rain, rain деген әнді бірге қосылып айтайық, балалар.
come again another day. Daddy wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Mommy wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Brother wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Sister wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Baby wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. All the family wants to play. Rain, rain, go away. Okay, do you like this song, dear friends? Very good. Ендеше тағы да бір тапсырма жасайық. Let's do one more exercise, dear friends. Дәл осы 95-ші беттегі 3-ші жаттығуға қараймыз. Craftwork experiment. How much does it rain in a week? In groups, make and measure. Бұл тапсырмада біз өте қызықты тәжірибе жасайтын боламыз. Сол тәжірибені жасау арқылы аптасына қаншалықты жауын жауатынын білетін боламыз. Тәжірибені бастамас бұрын мәтінді оқып түсініп алайық. Step 1. Take a big plastic bottle. Ең алдымен үлкен пластикалық құмыраны аламыз. Step 2. Cut the top off about 10 centimeters down and place it on the open end of the bottle. Екінші қадам, оның төбесін 10 сантиметрге төмен қарай кесемізде, бас жағын төменге қаратып орналастырамыз. Step 3. Use a marker to put centimeter marks on the side of the bottle. Үшінші қадам, маркерді алып, бір қабырғасына сантиметрлік сандарды қойып шығамыз. Step 4. Measure how much it rains every day for a week. Аптасына күнделікті қанша жауын жауатынын өлшеңдер дейді. How do you like this experiment, dear friends? Бұл тәжірибе сіздерге ұнай ма? Ендеше осыған қарап, өзіміз үйде дәл осы тапсырманы жасайық. Okay? Very good. Ендеше қазір үй жұмысын жазып алайық. Your home task is exercise 1 on your activity book, page 70. Activity book'ta